Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз онлайн тест-бат платформасында тест жасау жұмыстарымен таныс болатын боламыз. Мінеки онлайн тест-бат яғни платформасын аштық. Мен бұл платформада тіркелгем. Сондықтан, яғни тіркелмес бұрын сіздер мысалға тіркелуге, яғни өздеріңіз почталарыңызды жазып, пароль яғни жасап кіруге болады. Бірден тестке өтіп кетеміз. Тест жасау үшін, мінеки мен ойын ретінде 3-4 тест жасағам. Енді міне қосу деген батырманы басамыз. Негізгі атау етістік. Білім тест. 3 тесттің түрінен білім тест таңдаймыз. Қосу. Мінеки дашборд ашылды. Бұл қазір жабықты статус. Яғни сіздер сұрақтарды бастапқы бетті жасап алғаннан кейін барып ашуға болады. Сұрақтарды енгіземіз. Оның енгізу үшін астындағы плюс батырмасын басамыз. Бірінші, яғни одиночный выбор басамыз. Бұл жерде етістік дегеніміз не? Немесе заттың іс қимылын білдіретін сөз табы. Мінеки, бірнеше вариант таңдауға болады. Мысалы, 3 вариант. Сын есім. Етістік. Зат есім. Мінеки, бұның ішінде бізге негізгі дұрыс вариант сын етістік. 2 балл қойсаңыз болады, 1 балл қойсаңыз болады. Яғни бұл сұрақтың жауабына. Мінеки сізге дайын тест тұр. Бұл жерде галочка тұрғанымен оқушыға барған кезде бұл галочка көрінбейді. Бұл сізге көрініп тұрған жұмыс. Множественный выбор дегеніміз бар. Бұл жерде сіз бір сұраққа бірнеше дұрыс жауап таңдасаңыз болады. Вот числа дегенде, мысалы бір жазушының немесе бір оқиға болған жылды жазсаңыздар болады. Бұл жерде число дегеннен кейін тек қана сан жазылады. Ал текст деген жерде мысалы бір мәтін құрау немесе тағы басқа жұмыстармен жасауға болады. Установите соответствие деген бұл сәйкестендіру тестін жасауға болады. Заполнение пропусков деген бұл жерде көп нүктенің орнына керекті қосымшаны басқа да жаңағыдай жұмыстар жасауға болады. Интерактивный диктант деген бұл жерде диктант жазуға болады. Загрузка файла, яғни ютубтан басқа каналдардан әртүрлі жұмыстарды алып жұмыс жасауға болады. Слова из букв, әріптерден сөз құрастыруға болады. Яғни бірнеше осындай мүмкіндіктері бар екен. Келесі бастапқы бетке өтеміз. Бұл жерде сурет беруге болады. Видите описание. Яғни бұл жұмыс не үшін жасалатынын, инструкцияны, яғни мен сіздерге ең түсіндіріп кететін нәрсем тіркелу формасын толтырыңыз. Бұл жерде өзім туралы мәлімет деп жазсақ болады. Қосу. Название параметрі деген жерге аты жөнім деп жазамыз. Аты жөнім. Жөнім. Обязательно жазып қосамыз. Қосу. Сыныбың. Міндетті бізге жазылатын ұяшықтар. Обязательно заполнение деп қоямыз. Және сақтау дейміз. Міне бұл бет сомен бітті. Міне аты жөнің, сыныбың. Келесі параметрлерге өтеміз. Бұл жерде өзіңізге керекті параметр таңдап алсаңыз болады. Шектеуге уақыт қойсаңыз болады, мысалға әрбір сұраққа. Одан кейін бірден оқушы жауап бергеннен кейін дұрыс вариантын көрсете болады. Сосын осы жұмыстың бәрін біткеннен кейін сізге дашборд деген батырманы басамыз. Бұл жерде негізгі сілтеме. Осы жұмыстың негізгі сілтемесін, яғни көшіріп алып, оқушыларға жібересіздер. Мынау жабық деген батырман бетті ашып, статусты өзгертіп, ашу деген статусқа ашамыз. Бұл неге ашылды? Себебі оқушыға, яғни барлық сізге қатысты аудиторияға берілетін доступ десе болады.
яғни осы жұмысқа берілетін доступ. Сіз осы сілтемені көшіріп аласыз да, содан соң WhatsApp'та немесе басқа платформаларда оқушыға сілтемені жібересіз. Сол сілтеме арқылы оқушы сіздің жұмысыңызды орындап жібереді. Және де нәтижесі немесе статистика деген жерді ашсаңыз, осы жерде сводный данные деген тұрады. Қазір бұл бос тұрып, оқушы жауап бергенде осының барлығы, мына аты жөні, сыныбы, бірінші сұрақ, екінші сұрақ деп барлық сводный данныйлар тұратын болады. Міне, осылай онлайн тест жасауға болады екен.